Баршаңызға сәлем. Бүгін сүзбелі жұмсақ сочники дайындаймыз. Үй жағдайында оңай дайындалады. Ал дәмі дүкендегіден бірнеше есе жақсы. Шаймен тамаша үйлесетін бұл тәтті бәріне ұнайды. Алдымен ыдысымызға бөлме температурасында тұрған жылы майды салып, үстінен 3 қасық қант қосып, миксердің көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Содан соң үстінен бір жұмыртқа қосып араластырамыз. 2 қасық қаймақ қосып, жақсылап тағы да араластырамыз. Енді осы масамыздың үстінен ұнды жаймендеп қосып, осындай қамыр илеп, жұмсақ қамыр илейміз. Ұнды аз-аздап қосып отырамыз. Қамыр қолымызға жабыспағанша жұмсақ қамыр илейміз. Бірден ұнды қосып жібермейміз, жайлап қосып. Міне, әдемі қамырымыз дайын болды, жұп-жұмсақ. Енді қамырымызды алып қоя тұрамыз. Салмасына кірісейік. Менде үйдің осындай құрғақ сүзбесі, үстінен қант қосамыз, жұмыртқаның сарысын және де 2 қасық қаймақ қосып, жақсылап араластырамыз. Бір қалыпты болғанша. Міне бізде осындай сүзбесі дайын болды. Жұмыс тақтайымызға ұн сеуіп, қамырымызды бөліктерге бөліп дайындаймыз. Осылай бөлеміз. Енді осы бөлінген бөліктерді дөңгелетіп аламыз. Жұмыс жасауға ыңғайлы болу үшін. Оқтаудың көмегімен осылай жайып, ортасына салмасын салып, осылай бүктеп, шетін сөйтіп басамыз. Барлық қамырмен осылай жасап шығамыз. Және де осы қамыр менде үлкен болып шығып жатыр. Осыдан кішкентай қылып та жасауға болады. Сол кішкентай түрі әдемі көрінеді. Міне мен барлық қамырды 2-ге бөлдім, сонда кішірейді. Сол кішісі әдемі көрінеді. Енді барлық дайындаған сочниктерімізді противенге пергамент қағазын жайып, тізіп қойып шығамыз. Бетіне жұмыртқаның сарысын жағып шығамыз. Ол бізге сочниктеріміз әдемі, сап-сары, қып-қызыл болып, жылтырап пісіп шығу үшін керек. Осы сочниктерді қызып тұрған пешке 180 градуста 20-25 минутта қызарғанша пісіріп шығамыз. Мінекей, хош иісті, дәмі, балдай дәмді сочниктеріміз дайын. Осы рецептпен жасап көруге кеңес беремін. Сау болыңыздар.